нәрсе маған сөйлеп жатыр ағайын. Бұл той кезінде осы кеудеміз жұлдызтаған аяулы әжелеріміз бен аналарымыз осының барлығын біледі. Сондықтан қазақтың жанын сақтап қалған нәрсе. Сондықтан кішкене ес шықса ағайын айыпқа бұйырмайсыздар. Ал енді ордаға көп созбай, жақсы құрмет қошеметпен 8-ші Наурыз халықаралық барша аналарымызды әйелдер қауымдастығын мерекесімен шын жүректен құттықтай отырып, ордаға келінді қарсы алайық, қадірлі ағайын. Сосын да құрметті ағайын, беташардың басынан ескерту. Компьютеріңіз болса ағайын әріп шашыңыздар. Ақшаларыңыз болса беріп шашыңыздар дегендей ғой. Компьютер деген нәрсені 14 жылдан бері көріп келе жатырмыз ағайын. Кейбір нағашылардың құрып қалған компьютер адамға тасып ұшады дейді. Сондықтан барлық компьютер ағайынға қарай шашайық. Осындай шырайлы көктемнің алғашқы мерекесінде болып жатқан той, осындай барша тойға, қуанышқа, шын жүрегімен, ниетімен, әрине сынауымен сыйлап келген ардақты ағайынға ұлысты, жұсты болсын деп бір қатар қол соғайық ағайын. Аты кім? Бақытжан. Орыстың балығы отырған шалдар ұқсамай әдемі ұшса, иә? Сосын арасында бейт тұрасы келгенде. Ал, енді қадірлі ағайын, келіннің бетін ашатын сәл. Дұрыс ағайын. Енді қызыл орамалын алынып, ақ орамал салынып, жап-жасыл гүлдей, ары қарай гүлдесін, көгерсін, өссін, өнсін деген ниетте осындай орамал байлайды ғой аналарымыз. Сосын мынау енді Бейбігүл мама, сабаудағы нәрселердің барлығына байлаған нәрселер қаласы ба? Жоқ, есмен бәріміз. Онда вообще үміттерін өзің абай. Қойсын алатын адамдарға босқа таласып жүрмеңіз. Апа, асуыңыз басын 8-ші мақта апа. Апа. Баяғыда бір ағамыз айтқан екен, орамал тон болмайды, жор болады. Аргентина, Ямайка ойнаса гол болады. Осындай бәйімбет жаманғыра әулетіне текті қосқұлақ жаналы Бекет атамыздың тұқымынан келін күші ағайын дәл болады деп бір қол соғып қояды. Ал, мына жерде ағайын ағаш үйімі сәлемнің аты ағайынның аты аталып түсіргенде осыған салуға болады. Ал, кеттік ендеше. Көп созбайық, әдеттен озбайық, беташарын бастайық ағайын.
жақсы да болғай жолдас ай жақсы болса алғаның несібеңді өсірер жаман болса алғаның несібең тоқтап кесілер әйел алсаң қара бол сол болар білсең жақының жалғыз болып бай болсаң өзіңнен төмен ит тартып жара болар тақымың жаман болса алғаның ай ашылмайды қабағың тұратынан даялай киіп тұрған шабағын сал десе төсек салмайды ерінің тілін алмайды халықтың бәрін аралап көріпті сүгірі сондайды біз халықтың жүйрігі нұсқаусыз айтқан баяндап келіндерге насихат тыңдаса айтып баяндап айтатұғын сөзімді періштелер көңілге әкеліп тұрғай даярлап қалдырмай ақыл айғайлай сөзіме құлақ саласың қандес болса сөзімнің осы отырған әлеуме сынға салып қарасын келін болып келгесін қыз күнімнен басқаша мұсылманның келіні калимасын қайырып дәренсіз жерде баспаса ырыс несібі көп болар ауызды бірлеп келіндер осы ауылды мақтаса сөздерім қабыл алынып насихатымды айтқан шақтаса қызмет қылы еніп қайдағы ата енеңе бір нәрсеге барғанда көп кешікпей кідіріп разы болса да қатты жүрме жүгіріп сыпсың болып біреумен өсетпей жүрме ілініп жасырынба жаманат бәрі шығар білініп жаманатың бір шықса кетеді елің түңіліп ерте тұрып түндігі шеріліп жатты түсіпті мезгілсіз келген ұйқыда өзіңе жақын дос тұтма отырған адам көзінше әр жеріңде қасымай қолымызды бетін сүй бала келсе қасыңа қайныңды сыйлап қадірлі қарама үлкен жасынай ата-енеңді сыйлай біл бір құдайға сыйында алғыс алсаң көк түйсің жолықпайсың қиынғай қайта айдалып келмейді 18 бет жиырмай сөйлеп көрейін сөз жүйесін терең келіндерді әртүрлі мысал етіп берейін ол күнде келін толып жүр айналам менен алмайтын қараудан көзі талмайтын жұмсасаң тілді алмайтын мұндай келін басқаны көрмейді ғой бойыңдай кес аяғы әр жерде шашылып жатыр тиындай опыр-топыр үй іші соғып өткен құйындай көргені жаман екен деп естіген халық шулайды тәрбиелі жердің баласы мұндай істі қылмайды жақсы адамның баласы жақсы адамның баласы әр шаруаға ыңғайлы оғландырың басындай көктен түскен көк аса бекен деген аты бар қолында жазған хаты бар қызылған жерде қолдаған бірінің соңы ермеген іздерің жатыр жауһардай түрлерің алтын гауһардай талайлар барып түнеді құдайға жылап сахарда ал енді келін сәлемет мырзаулы бекет атамай елім сәлемет Түркістандағы қожағымен Маңғыстаудың бойындай 360 әулие қабыл етсін тілекбай шапағаты болсын деп айналайын шырағым барша ойлар батырға келін сәлемет сәлеміңді сәлеміңді
Alılı olmay жүрмесін келінге берген айып атаңыз аталары деген айып айшақтары кебедей болған ай шотаңыз ұлықсан қылымай бата бер келіп тұр мынау ай ботаңыз ақсақалы ғой ауылдың жасы үлкен ай бәрінен төбедей болған ай төрдегі отырған анау атаңыз айналайын ай шырағым аталарыңа сәлемет сәлеміңді мына отырған елес айқара жердің кемесі қарасаң айда табатын ақылдасар кеңес ой келіннің келді дегенде шақырдар көкке төбесі бойына сыймай қуаныш жарыла жаздап көбесі ай қуанбасқа болар ай қолына келсе келін ай айналайын келін жаны ай барша енелерге келін сәлемет сәлеміңді ай сәлеміңді Mama şaşırdı bölüp bilmeyi şaşırdın ama. Бар мекен ана айтылмай қадырдан қалған өзгеңіз ататаннан кісілер ұялмас жағын көздеңіз беретіндерің бар болса көп кідірмей тездеңіз қадырдан неге қалдық деп көңілі ренжіп жүрмесін отырған апа жездеңіз ай келген керілмей бойге ұстарды берінбей айналайын келін жаны ай барша апа жездеңізге сәлемет сәлеміңді ай сәлеміңді Қалымды қолай айнама мұны отырған ай қорбайып келінге болған ай қайынағаны құрмет қылды бір күні жарар ай пайдаға қайынағайын ай шырағым қайынағаларыңа сәлемет сәлеміңді жылдамдатып шайып құй астына көрме төсей бер бәрі сымшы бұл күнді келмей жатып өзекке қағылып жүрмеді жейлер ай мұнда да көп сыртыңнан жүгіртетінер саққайы тірі жерік шешендер бір отырып көмірсе ерте күнді кеш қылар отырған жерде жол тауып өз көңілін қосылар отырған осы жағалайы құлағы түрік көзашы абысындағы шешейлер ай айналайын шырағым абысындарыңа сәлемет сәлеміңді Şaşı olsam ne var akrabalara şaşayık Mustafa algısı getirir. Kelin şektin ayak kaynısı Kırılık şuluyu türlerini Kaynısı degen ayak kaygısı Jengesine boyu kuanıp Şaşuğulu bayılardırsın Mümkünde olmuy beygisi Bu zamanda çok şıkar Kaynısına kaygısı Jengesin silabaya kurmetler Kaynının ne bir aya sayılsay Ayına ayına işrarım Kaynalarına selemin Seliminde yanımın Şana geldi kezelim
қалмай жеңгесіне қуаламай құрыда қалмай жеңгесі қуанғанның белгісі аузына сыймай үйгесі айналайын келін жанны ай барша қайны сіңлеріне сәлемімді сөйлеп жүрген бір ақын той басқару бала күннен мұратым еді. Манадан бері қолтық сүйеген шымылық ұстап тұрған әулеттің келіндеріне рахмет деп бір қосалау керек бар. Адайский вариантпен ашықтаны баланың құрдастарын айтпайды. Мына келін Ақылбектің құрдастарына да бір сәлем салып жүресіз. Бұларда ақша бір 10 мың теңгесі бар екен, қоймай тұр салады деп. Болса қошеметтер жіберейік. О, міне! Ой, түрмеш. Ондай ақша көп болған қағын айтпағын осы. Ей, жаңа балысым, шашым өсіп кетті ол. Ал, енді, қадырлағайық ал. Жаманқара әулетінен бір жасы үлкен, жалы биік, ардақты ақсақалымыз болса, абызымыз болса, бір жақсылап батыр жасайық қадырлағайық. Апа жезелерім айтты ғой, екі арман не істеушілер біреуін соқтырсын. Так, жасы үлкен ата бар ма? Бәйімбет Жаманқара әулетінен бір бата беретін ақсақал бар ма? Ауылдың, Есет ауылдың жасы үлкен атасы болса да. Бірақ, нағашымыз береді, кім деген? Келіңіз, бәке. Бата жасап жіберіңіз келіңіз. Келсеңші.
Ал, ағай, ілі әмин қол жайып, дасты бір баталайық, содан кейін отқа табындар бар ене. Барша қонақтар жиналғаннан кейін, дастырғанның басына жиналып той бастаймыз. Сосын ағай, бата жасамай тұрып құлақтарымызға, алтын сырға, көгілдір экраннан кімнің қандай столға, нөмірлі столға отыратын шығады апада, қарап отырамыз. Ал, әмин. Әлемді мынау болып атқан тойымыз бірінші құтты болсын. Құдай жазылғасын, берекет берсін, бейіл берсін. Дастархандарына қосылып атқан жастардың береке берсін. Иманды, үлкен елдің азаматы болсын. Ата-анасы, ағайын, туыс, көрші жолдастарының алдында абыройлы болсын. Танаптары оң болсын, әрқашанда бақытты өмір сүрсін. Әумин. Әумин атай, батаңыз ел жұртыңызға ұнай берсін. Сізге ақсақал деп әрдайым тордан тойдың төрінен орын беріп сыйлай берсін. Сізге жамандық ойлағанның бәрінің ана балшыққа тайып құлай берсін деген тілегіміз бар. Қол соғыс берейік атамызға рахмет. Ал енді мына ауылдастар келіннің сабаудағы орамалын өзім көптен ырымдап жүрген құрдасымыз Сүлеймен Хадишаға бірінші орамал. Екінші орамал Жетібай Шахиназға. Үшінші орамал Орынбай Жұматайға. Осы көптен аңсап жүрген базарымыздың осы жылы қалмай бәрінде той болсын. Сабауда өзімнің балам Есет Әлмияда, Әлмияда келгенін тезірек келін алсын деп қойған сынамыз. Ой, мама, бәрі өздеріңізде қалды ғой. Олса, қошемет сапаға қадағай. Мұнда баласы рахмет. Алла разы болсын, өте тамаша. Ал, білезер түсіп қалды ғой. Ама, есептеп тұрады екенсіз қарап. Ал, енді қадағайын келін құтты болсын. Барша қонақтар жиналғаннан кейін әрине дастархан басына жайғасып әдемі той бастайтын боламыз. Ендеше барша қадағайын мынау енді бүгін Жәнібек әкеміздің әрине өте қуанышты күні. Сондықтан Жәнібек әкемізбен Бибігүл анамызға бір жақсылап қол соғайық қадағайын. Ал рахмет, мыңдап алғыс, мана ағаш үйді алды ғой, банкқа алыңдар ма? Ал енді қадағайын. Келіндерге сый-сияпаты берілді, келінді барып отқа табындырып, ары қарай әрине жақсы той бастаймыз, және керемет әсем музыка, ортаға билі болайық, қадірлі қалайық. Рахмет. Ал енді қадағайын сәл-сәл көптен көріспеген ағайын бір-бірімен әрине жағдай сұрасып жатқан жайы бар. Ендеше қадағайын сәл вилка мен қасықтың сырдарын азайтып назарымызды бері қарай бұрайық. Әрине аса қадағайын ғұннан ғұрпы қалған, сақтан салты қалған, адайдан асқақ даңқы қалған кешегі кіші жүз қазақтарының
салт дәстүрін төске таққан тұмарындай сақтап келе жатқан бәйімбет Жаманғара әулеті той құтты болсын деп бір қатыра қол соғайық. Алла деп азан айттым баралапқа, ұлды беріп болған аманатқа, көмейімнен жыр төгіп мен де бүгін шалқып тасып қайтайын қанағатқа. Кешегі Ерғосай мен Пірмекеттің ізі қалған қазақтың ұл қыздары саламатқа, амандасып алайық өздеріңмен, жау өткендей болмасын жаманатқа. Ендеше той тойлаған ағайын аманбысың, ассалаумағалейкум барша жиналған жамағатқа. Ал ағайын, қазақ елі асқарлы, тұлпар ұдайып тастарды, сұңқар ұшып аспанды, той қазақтың қазынасы деген еліміз, сауапқа жазсын жаратқан бүгінгі, осы тойға шашып жатқан барша мал мүлік пен ақшаны Ақылбектей баламыз шаңырақ көтерді осында жинап жатырмыз алтындай асыл бастарды. Құдай қосқан құда жекжат ағайын тума, әрине Жәнібек әкемізбен Бибігүл анамыздың барша ағайын тума ұжымдас құрбы-құрдас достары, көтереміз көңіл күйді, түсірмей қабақ қастарды, таяқ жерге тас салды. Сонымен көптен күткен ардақты ағайын Жәнібек әкеміздің шаңырағындағы дүбірлеген той басталды ағайын. Ендеше, қадірлі ағайын, бүгінгі қыз анадан өнбей өнеге алмайды, ұлы атадан өнеге алмай сапар шекпейді. Атаның күшімен, ананың күшімен, қанға сіңген қасиеттен салауатты өмірде салиқалы ғұмыр кешеміз деп шаңырақ көтеріп жатқан Ақылбек пен Дананы ортаға келу үшін қазақтың даңқын, қазақтың салтын насихаттап жүрген Бейнеу мәдениет үйінің барша өнерпаздары, Бауыржан Қосай бастаған, Айсұлу қостаған өнерпаздарды құрмет қошеметпен ортаға шақырайық ағайын. Ассалаумағалейкум, той құтты болсын. Атымдай жомарт салған жол, бақ пен дәулет болған жол. Армағақтай әмленген, сөйлесе бәмденген, отыдай құстай тарана, бойды түзеп сәнденген. Өтейін детте отырсың ай,
сен салғынды шалқаран шалқан бұлаққа риза бол жарқыным шыңына еді ғой сақтаған арқасы құр қозғандай жалабай бұлтай аттаған ойқастап барып тоқтайын қатты да кетсем қайрылмасай мен басы қаттай ақтабады Ассалаумағалейкум қазақтың мықтылары аузына қараған жұрттың бәрі бүгінде бәйімбет жаман қара текті елде ұя салған қыдырдың құтты нәрі шырқайық сазды үнмен той бастарды жиылыпты үлкен кіші той жастары бүгін міне әнесовтер әулетінде қол соғыңдар ағайын той басталды 300-ге жететұғын сөз бастайын кешегі жаман қарадай бабаңыздан әнестей атаңызды кім білмейді сыр шертіп шежірелі әраңыздан ақылбектей жақсылардың жалғасы бар тараған жәнібектің ұрпағынан қос құлақ жаналының ару қызы шығып жатыр бәйімбет жаман қараның нар кескендей нар ұлына данадай аяулы қыз өсірген мың алғыс қос құлақ жаналы келінің ауылына кез келді нар жігітті қарсы алатын көргенде көзді алмай тамсанатын күй шалқып бей төгіліп жиылған жұрт қосылып бір кісідей ән салатын ақылбектей ер жігітті ортамызға қарсы алатын Бәйімбеттің саралтындай бір ұлысың, сабалтындай қылышың жарқылдаған, қолыңа дананы қондырған соң, әрі қашан биіктесін алтын баған. Жәнібектей әкеміз дара кісі, бибігүлдей анамыз адал кісі. Ана деген бала үшін бәйек болар, әрбір жанға өнеге болар ісі. Ақылбек қалай ғана осал болсын, дәулет алажары болса егер нағашысы. Кеше ылғен алған анаң құндақтан әкең жүрді, Ақылбектей келешекке ұл баптап, енді міне сен сүйген қыз үйіңнің босағасын оң аяқпен кірді аттап. Жамалың мөлдірей
Ақылбек бүгін келін әкелді, Жәнібек әкеміздің ұрпағын жалғастырар. Өмірде талай асу алынғаны, бақыт оты осы әулетке жағылғаны, Жәнібек пен Бибігүлде ата-ананың еңбек екен. Бүгінде тойлап тұрса соның бәрі. Текті болса тақпайтын тегін емін, жастарға артам деген сенімдерін. Жәнібек әке, Бибігүл ана құтты болсын, ақ босаға аттаған келіндерің. Келін жан, ошақ отын жағатын бол, ақ қудай қанатыңды қағатын бол. Ақылбектей сабырлы сырба жігіт, қашанда айтқан тілін алатын бол. Мына тұрған Жәнібектей атаңыздың әрқашан көңілінен шығатын бол. Иман тұнған Бибігүлдей енеңізді жасы 100-ге жеткенше бағатын бол. Осы тойға жиылған жас кәріміз, ұзақ ғұмыр тілейміз біз бәріміз. Тілекшісі болып жүрек әулетінің қарлығаш, қаламқас, сандуғаш, самал аяулы қыздарыңыз. Ақ отау көтерілді құбақырдан, ару қыз үміт күтер бір ауылдан. Кешегі аталардың салтыменен шашуымды шашайын бұл ажырдан. Екі жас өмірлерің нұрлы болсын, бәйімбетпен қос құлақты құда қылған. Жар сүйіп болуға отау қан қылыпсың, қолыңа бақыт құсын қондырыпсың. Осылай дос жаранды шарттандырып, айналаны әнменен гүл қылыпсың. Ақ неке қиылған соң жұбайыңмен, біріңе бірің үшін мәңгіліксің. Біргілді рахмет, ал енді барша қонақтар бісмілләмізді айтып, мынаннан бастап ауысып, әрине алдымызға келген астан жақсылап алдырып отырайық, ендеше қадірлі ағайын. Әрине, мынау енді данадай атты өкілеген үміті қыздарына тілеулестік білдіріп келіп жатқан, әрине қазақта қария бар бекет деген, Алланың бірақ сөзін жекет деген, қақ жарып қара таслы оғландыны зайыры көп атаға жетет деген қадірлі ағайын. Сонау бекет ата шыққан, Қосқұлақ жаңалы әулетінің көшін бастап келіп жатқан, жаңа құдағи құдашалар қарсы алайық ағайын. Қошемет, қошемет, есет ауылы қошемет естімейді, айғай шоғайда. Ағашлар қайда, дәулет ауылы. Бәрекел. Тағы бір музыка қосып 3-4 құдаша қалып қойыпты мынау.
Ақшалар, төрден алған орындарыңыз құтты болсын, ханның асыл тағындай көріңіздер деген ниеттеміз. Сіздер Бейнеуден 1 сағат кешіп келсеңіздер, ойында Есет ауылынан сағат 6:30-да келген қонақтар, той құтты болсын деп бір қатырақ қол соғайық. Бәрген дегенде, қадалағайын қазақтың шаңырағында болып жатқан той болғаннан кейін әрине тойымыздың көшін көркін ашып берсін деген ниеттен ортаға әрине жаңағы керемет біздің жастарымызды ортаға әкеліп берген кешегі Сара мен Шұғыланың шәкірттері, бишілеріміз керемет тойымыздың өнер шымылдығын қазақ биімен ашып берсін ендеше қарсы алайық, қабыл алайық қадалағайын. Тұмар би ансамбль орталарыңызда. Ортамызда әсем өнерлерін ортаға салып жатқан Тұмар би ансамбліне бір жақсы қол соғып жіберейік ағай. Бәрекелді, рахмет. Ал енді аса қадірлі ағайын, алыс емес көрінеді ойдаса, жан жайлы болған шайласа, балғаймақпен баптап іше білгенге, шайдарақат самаурында қайнаса дейтін қазақпыз. Алдымызға келген астан қадірлі ағайын жақсылап алдырып отырайық. Әрине үлкендердің бәтуәлі батасының алдында қадірлі ағайын осы тойды неше жылдан бері аңсаған кәрі шаңырақтың иесі ол атана болатын болса, ендеше қадірлі ағайын бүгін шаңырағына келін түсіріп, көңілдері жайланып, қазандары майланып жатқан Жәнібек әкемізбен Бибігүл анамыз әрине шаңырақтың иесі болғаннан кейін әдем ақтекті бастап берсін. Ендеше Асқартау әкемізбен аяулы анамызды сыйлап келген қонақтар қос қолды аямай жақсылап бір қол соғайық той иелеріне. Ауылдастар қайда естілмей? Ал бастап беріңіз әке, той құтты болсын. Ассалаумағалейкум тойшы қауым. Той бәрімізге ортақ құтты болсын. Екі бала бақытты болсын. Осы екі баланың қызығын көрейік бәрімізде. Өмір жастары ұзақ болсын, дендері сау болсын. Келіп жатқан
әйел жолдастар 8 марттан құтты болсын. Құдашалар қадамдарың құтты болсын. Осындай тек ағдастырғанда кездесе берейік бәріміз, деніміз сау, басымыз аман. Бәрекелді. Ал құрметті мына барша тойханаға жиналып отқан біздің құрметті де қадірлі қонақтарымыз, бәріңде қош келдіңдер. Сіздер де біздер қош көріп жатырмыз. Біздер бүгінгі күні бір баламыз екеу болып Ақтүйенің қарны жарылып, қуаныштан осы бәріңнің бастарыңды осып той беріп жатырмыз. Бәріңе де келіп жатқан стол басында қонақтар, бәріңе де ризамын, бәріңді көріп тұрғаныма. Мына бір басы екеу болып отау көтеріп жатқан құлыным, ақылегім, құсың құтты болсын. Келінім Дана, қадамың құтты болсын. Қосақ қудай бірігіп, қос керегенің иесі болып, шаңырақ көтеріп жатқандарың мәңгілік болсын. Қосақтарыңмен қосақ арып, міне бүгінгі күні көктемнің алғашқы мерекесі, аналары мейрамына қарсы, Алла тағаланың бір парызы адамның ораза айында қосып жатқан бастарың мәңгілік болып, көптің тілегі қабыл болсын. Бірінші Алла қалды халқымның тілегі, ағайын туғаның ниеті, бізге деген ықыласы, тек Алла ұзағынан берсін. Тойымыз тойға жалғаса берсін. Ал айтар әңгімеміз көп, той соңына тағы да тілегімізді айтарымыз. Қош келдіңдер, бәріңді қош көрдік. Ой, тамаша. Енді мама сұрақ. Ареке, бір минут. Қолда қалатын келін ба, Дана? Өзі бір түйір бала. Сон, Дана сұрақ берішті беді ғой. Так, сұрақ. Үйде бала әлде әкенікі, әлде ананыкі болады. Жәнібек әке, біздің Ақылбек кімнің баласы? Ақылбек менің баламда. Батырлық айтып отыр. Кім баласы? Екеумізге ортақ бала, шаңырақтың иесі. Кісі басқаша айтып отыр. Қазір көрейік ағайын. Мен Ақылбек деген енді спортсмен жігіт қой. 7 секунд уақыт берем. 7 ұрпағына жететіндей байы болсын деген ниетте, мына ата-анаңның маңдайынан сүйіп, сразу Дананың қасына 7 секундта баруың керек. Ал Ақылбекке қолдап келген қонақтар қол соғайық. Давай кеттік. 1, 2, 3. Тар чамалық қайда? 5, 6, 7. Қошамайт ағайын. Папа, мама, менің балам деп атыр едіңіздер, 7 секундта маңдайларыңыздан сүйітті, әйелінің қасына кетіп қалып мысалы. Ендігі жерде біз Ақылбек пен Дананың қонағымыз, ол біздің шаңырағымыздың есімен бірге бізді бағатын, ата-ананың рөлін атқаратын бала болғасын жерде өзінің сүйген жарымен бақытты болып бірге болсын. Мен қарсы емеспін баламның. Қошамет, қошамет. Әке анамызға астағы бір қол соғайықшы ағайын. Енді Асқарда әке аялуына тілек бергенде бізге кімдер айып қылсын, көңіліміз жақсылыққа байып тұрсын. Бүгінгі той өтеден басталып жатыр, көңілдерді тілеге жайық қылсын. Немеремен шөберлер үйіліп ап, тек өздеріне құшағын жайып тұрсын. Кішкене екеумізде анда-санда ауырып қалам деп жатсыздар, жаратқан бал арудан айықтырсын. Бүгіннен бастап, ораза айынан бастап, денеңізден барлық ауру табанын жалтырап тайып тұрсын деп бір қол соғайық ағайын. Ал енді қадірлі төрімізде осы Бәйімбет Жаманқара әулетінің үлкендері отыр. Бұл әулетте қашанда қадірлі ағайын ақсақал бәтуайлы бата бермей той бастамайтын әулет екені белгілі. Сондықтан қадірлі ағайын жүзінде үлкен өмірден көрген сынақ тұрған, айналасын ағайын тума, немере шөбереге тұрақ болған мен көп созбай Бәйімбет Жаманқара ауылының жас үлкендеріне, Асқарда әкелеріміз бен аяулы аналарымызға сөз берейін. Табанының астында жұмақ тұрған дей отырып әрине, қолдан келсе қошамет, шама келсе шапалақ жасап, жас үлкендерді ортаға шақырайық ағайын. Şayvanlar şu gülçülük var, boy dost günü bir sasa
әрине Болтхан дейтін жас үлкен апамыз бар екен. Сол кісіні де осы тілектің көшіне қарай шақырамыз, келіңіз. Ал енді аса қадірлі жас үлкендер, әрине әдемі ақ тілегімізді қосылып айтатын шығармыз деген ниеттеміз. Өйткені әрқайсыларыңызда енді әр шаңырақтың иесіне айналған жас үлкендерсіздер. Қадірлі ағайын, үлкендер тілек айтқанда сәл сабыр сақтап, ішімізден әмин деп отырайық. Өйткені айлардың сұлтаны Рамазан айында айтылған ақ тілектің барлығы лайым қабыл болсын. Ендеше Жаманқара әулетінің үлкендері 5 әкеміз бен 2 анамыз ақ тілек айтсын. Кеттік, бастайық. Апа, сіз бастап сөйлеңіз. Бүгін мерекеңіз ғой. Ал оң болсын бәрі. Ал жақсы енді мына құрметті тойшы қауым. Тойларыңыз жиналып атқан құтты болсын. Мен осы мына той жасап атқан Жаманқараның апасымын, үлкен осы ауылда қалған енді үлкені мен осы жерде. Соған енді денсаулықтың андай-мындай жағдайға қарамай, мынау Жәнібектің қуанышына келіп атырым. Құлдығым, қуанышың құтты болсын, ұзағынан болсын. Денсаулығыма қарамай, саған осы мына бір түйір қылың ғой, осыған бір көрінейінші деп келіп атырым. Қыз балдар бар ғой, бар болса да, ер баланың орны біз үшін бір бөлек. Ал мынау бір түйір балаң үйленіп атыр, қосағымен қосақ арсын, дені сау болсын, аман болсын, сендердің тек қуаныштарыңыз болсын. Ал балдарым, келіндерім, қоныстарыңыз жайлы болсын, құтты болсын. Дендерің сау болсын, аман болыңдар, бақытты болыңдар, бақыттарың баянды болсын. Мен бір апаларың 80-ге келген, менің жасымды берсін. Ал енді Есенқұловтар әулеті, мынау тойларыңыз құтты болсын. Есенқұл дейтін шалдан 6 ағайынды екенбіз, 6 аудан соның 3-інің орны бар. Сол Есенқұлдың немересінен менімен Аман ағам, қалғандары немерелері, шөберелері, қыз қырқын мынау келіп атқан, жан-жақтан келіп атқан жиендер бар, қыздар бар, балдар бар, мынау Тындырған апамның балдары бар, Тоғытына өзеннен келіп атқан жиендер бар. Бәріңізге де рахмет. Аман болыңдар, осындай тойдың қонағы болыңдар. Жаманқаралар менің тумаластарым, мынау келіндерің құтты болсын айналайын. Біз Атыбайын бетте төркін қыламыз, соның ішінде енді Жаманқара өзім туғаным. Соныменен айналайын Жәнібекжан, мына балдарыңның қызығын көр. Мына келіннің атын ұмытып қалып атырым. Келін қайда кетер дейсің? Сенің атың аталғасын болды. Ей жаным, аман болдық, қуанышыңа ортақпын. Әнау күнде осы Аман ағамыз келін алды немересіне, оған көзімнің денсаулығым болмай, баранмай қалдым. Денсаулық жоқ биыл. Айналайын, тек саған амалым жоқ, келіп отырмын. Құтты болсын, қызығын көр, балаңның қызығын көріп, аман есен жүре бер, немерелі, шөберелі бол, барлық қуанышыңнан ортақ болайық жаным. Ал енді сол үшін не айтамын енді басқа? Аман болың. 80-дегі анамыздың ақ тілегіне бір қатыра қол соғайық, қадірлі ағайын. Енді мама бір сұрақ қоям, жауап берсеңіз сразу күшті қымбат подарка берем. Бүгін подарка деген жетеді. Ой, мына Бибігүл мамам деген қарайған подарка жинаған. Сұрақ мынадай. Сіздің атыңыз кім? Сіздің атыңыз кім? Әберет, менің атым ба? Болтхан. Дұрыс, қошемет, приз. Қосыға сөйлейік анамызға. Приз. Дұрыс приз әкеліңіздер. Ал, үлкендер жалғастырайық ақ тілегімізді. Құрметті қонақтар, мынау біздің қуанышымызға қош келдіңіздер. Баршаңызға ақ тілек, бүгін ертең болып жатқан мереке, оразаларыңыз қабыл болсын, ниеттеріңіз қабыл болсын. 8-ші Наурыз мерекесі де құтты болсын. Көпшілігі осында отырған адамдардың аналарымыз бен келіндеріміз, қыздарымыз, бала келіндеріміз екен. Ал оңынан болсын бәрде. Жәке, Бибігүл, мынау келіндеріңіз құтты болсын, мынау баламыздың бағы болсын, тек қана жақсылықта, осындай жақсы күндерде кейсе берек, мынау ұлы мерекеге қарсаңда жасап жатыр екенсіз, тұспатыс келіп, сол ұзағынан болсын, дендерің сау болсын, ауырмаң, сарқамаңдар, тек қана жақсы күндерде жүздесе берейік. Ал мана көп тілекті апам айтып тастады, оны қайталамайын деп тұрмын, сондықтан осымен қоя қойын деп тұрмын.
балдар бақытты болсын. Өте дұрыс. Қандай түсінігі бар жансыз? Жалғастырайық. Ал жақтан, ассалаумағалейкум тойшы қауым. Ал құрметті Жәнібек, Бибігүл, айны біріншіден қуаныштарың құтты болсын деймін. Ұзағынан болсын, балалар бақытты болсын. Тек той қыласын алды. Осы балдардың қызығына тоймай, тек сіздер екеуің бәйтерек болып отыра беріңдер дейміз. Енді бейнеуге, көпшілікке келіп атқан мерекелерің құтты болсын, оразаларың қабыл болсын. Тек осындай тойда жүріңіздер дейміз. Біздер мына Жәнібектің ағайыны мына Жылойдан келіп атқан. Ал той қыласын тек. Жақсылықта келсеген. Қосыламыз. Шегем айтасын айтамыз. Аға, келіңіз. Ассалаумағалейкум, той қонақтары, қош келіп отырсыздар. Ал аға, жеңеше, бүгінгі мына болып жатқан тойларыңыз құтты болсын. Ұзағынан болсын. Ал енді мына ағайын, құда жекжаттар, мен енді өзімді таныстыра кетейін. Мен де осы Жәнібек ағамның інісі болам. Ағайын өзім Құлсардан келіп тұрмын. Жеде жолдасымен бірге осы тойға шақырғасымда Қарлығаш деген қарындасымыз Құлсарда. Сол кісі осы ағам айтып жатыр, шақырып жатыр дегесін келіп жатыр енді. Шақырғасын жерде қалмау керек үлкен кісілер. Ал аға жеңеше, Ақылбек, Дина, ал құтты болсын, құсын құтты болсын. Тек шаңырағың берік болсын, әрдайымда тек осындай жақсылықта ортада тек жүре бер дейміз. Шаңырағың берік болсын, керегең кең болсын дейміз, терезең тең болсын. Жаңа осы жерде айтып жатқан тілектердің бәрі үлкендердің тілектерін Алла қабыл етсін дейміз. Ал аға енді жеңеше, мынау енді көптен күткен той. Кеше Қарлығаш қарындасым айтқанда тек мен жүрегім тек дүрсілдеп ағамның жеңешем қуанып отыр деп тек көптен күткен деп мәз болып жатық бәрімізде. Ағамды айтып жатыр, шақырып жатыр, інім тойға келсін деп айтты деп. Рахмет аға, ал тек аман болыңыздар, Алла сыйласын. Енді тек осы келіп жатқан келіннің тек қуанышты, құтты келін болсын дейміз. Тек аманшылықта, жақсылықта осылай тек осы балдарыңыздың қызығын көріп, жиендер бар, мына қарындастарым бар. Ары қарай енді немере көріп, шөбере көріп, соның тек қызығын көре беріңіз дейміз. Тек бәйтерек болып, балдарыңыздың ортасында жарқырап, ағам екеуіңіз отыра беріңіздер жеңеше. Ал құтты болсын той. Үйде енді жаңа мына Ақылбек ініме айта кететінім, жаңа айтып жатыр, үйде жаңа бір бала деп жатырмын деді, асаба. Мен де осы шаңырақта үйде қара шаңырақтың иесімін. Әкем дүниеден өтіп кетті, бірақ анам бар 85-те. Ол кісі енді жүре алмайды. Сосын сол себепті мен шаңырақта жаңа Ақылбекке айтайын тұрған келін бен екеуіне, біздердің өзімізде ота оқырғанымда, мен шаңырақта отырғанымда 30 жыл болды. Үйде мына жеңгең әлі сол үлкен кісіне баптап, кәдімгі майлап сайлап отыр. Сол сияқты мына келіп атқан жаңадан келінде осы абысыңыз сияқты сондай жақсы, тату, тәтті, осы шаңырақта жақсы келін болсын дейміз, құтты келін болсын дейміз. Ал той құтты болсын. Ал енді жаңа шашуымыз бар, соны жаңа жолдасым береді, келініңіз жеңеше. Сосын бұл жерде жаңа Қарлығаш қарындасым қайда? Қарлығаш, жаңа осы айтып, тойдың қуанышты жаңалықты айтып атқан Қарлығашқа, өткенде сүйіншісі бар, соны берейін ал. Қошемет қосу көрейік. Мен де сүйінші алғым келіп кетті ғой. Талшағы, жеңгеміз қайда? Келіңіз, 85-тегі кісінің бағын жасап отқан. Жоқ, сізге тосып берейін деп отқан жоқ, мұна ба келіңіз. Мынау бейнеуіске 3 табақ ет, қазір 4 табақ болды. Бір-біріне салсаңыз 1 табақ болады, ыс суға салсаңыз нән табақ болады. Наурызыңыз құтты болсын. Қол соғып қошемет сақ қояйық, күндерге барлық ағайын. Әдемі тілектеріңіздің барлығы қабыл болсын. Енді жақсы бір күннен естелік болып қалсын, әдемі суретке түсіп олайық. Біріңіз 60-тың алқасынан астыңыздар, біріңіз 70-тің желкесіне жеттіңіздер. Алла қалап 80-нің сеңгіріне келіңіздер. 90-да мүлдем тоқтамаңыздар. Алланың бұйырмасын алып 100-ге жетіңіздер. Енді одан кейін ары қарай қалам десеңіздер қалыңыздар, кетем десеңіздер өздеріңіз біліңіздер. Ал суретке түсіп олайық. Жақсы бір күннен естелік болсын. Рахмет, сіздерге енді әсем қазір ән айтатын осы жерде жақсы адам тойға келсе ән салады, жаман адам тойға келсе дау салады, ән салатын әрине
Жандарбек пен Манар апаны барша қонақтар құрмет қошеметпен қарсы алады деп ортаға шақырайын. Қадірлі ағайын, бүгін берекелі бейнеудің мен деген әншілері, барша жұлдыздары осы әрине әулетті сыйлап, әдемі әсем өнерлерінің баршасын ортаға салуда. Сосын қадірлі ағайын, құлақтарыңызға алтын сырға, бүгін ойынның гран-при призі Бибігүл анамның өзі баптаған, қозы кезінен баққан нән бір әдем ақ қойы бар. Ойынның гран-при призі. Сондықтан қол соғып қояқ, неге қошемет салайымыз ағайын? Ал қабыл аламыз. Тойларыңыз той қыласын ағайын, бағдар бақытты болғай. Ақшалай приз бершіш. Мына тойымыздың алдын ашып кеп атқан Манар қызымыздың қасында бала атын білмей атқан. Екеуіңізге рахмет. Рахмет. Жігіт жолдасы қайда? Жездесінің атынан.
иә екі арманнан 10 мың. Жігіт жолдасы, ой, молодец жігіт жолдасы. Бір сәбізді уақытында жеген жігіт екенсің кәдімгі. Рахмет. Ал енді Манар апа, Қаламқас сапасына арманның аттанды берсең де болады ғой жегіше. Қарлығаш пен Қаламқастың ұжымдастарының атынан. Тамаша. Аман ұжымдастарының О, аға, ассалаумағалейкум. Молодец, прическа, өте жүріпсің. Келіңіз, Манар ханым. Енді, ханым ағайын, қол соғыз өрейік, берекелі видеомыздың жарық жұлдызы. Әрине, енді өнердегі сіздер ән айтқанда өнердің ерісіздер, өнердегі серісіздер. Мен Манар апа ақшадан өліп қалған ешкім жоқ қой, мына сіздерді хабарлап тұрған тамадамен де кішкене бөлісіңдер. Қол соғып қошемет сақпайық, әрине әзілбай. Рахмет, мұнда алғыс қалайды. Ұжымдастарына бастап ат салысып атқан бір қол соғып қошемет сәт. Береке жұмағы. Береке қоя. Тамаша. Рахмет. Ал енді аса қадірлі ағайын, нағашылардың ақ тілегінің алдында мен бір 3 әдемі сыйлық беріп жіберейін. Бүгінгі керемет әдемі тойымыздағы ең алыстан келген қонаққа әдемі сыйлық бар ағайын. Өткенде бір апам Сарғадан келдім деп еді ағайын, ондай емес. Алыстан келген бар ма? Алыстан. Атыраудан да алысы бар ма? Ақтау бар. Ойбай, Ақтау шықпай қойшы. Ақтөбе, о, келіңіз Ақтөбе, қол соғайық, қошемет. Ақтөбе! Қабалы қайма! Бейлі! Қабыл болсын айтуға келатқан жоқсыз ғой, кішкене билеп келсеңізші. Ақтөбеден келген қонаққа бір қатыра қол соғып жіберейік ағайын, жіберген. Сары мысығым ау, бәрекелді жағдайыңыз. Қош келдіңіз. Қайдан келдіңіз? Ақтөбеден. Қай жерінен? Ақтөбе. Қарсы қыз екен. Ақтөбеден келген қонаққа немен келдіңіз? Көлікпен. Машинамен келген ағайын. Қол соғып қошемет салайық. Мынадай жаралқас киініп жатқан кезде Ақтөбеден келген сізге рахмет. Жігіт жолдас, 2000 давай. Ішіңнен боқтамас, тез кел. Саған бір ақыл өтке жігіт жолдас болды өтті ма? Жігіт жолдасқа бір қол соғып жіберейік ағайын. Ал. Неге? Машинаға бензин құясың ба? Қол соғып жіберейік, қошемет салайық. Алыстан келген қонақ. Ал. Индерден. Жақсы болды апа. Тамаша. Индерден келген қонаққа да бір приз беріп жіберейік. Сұрап алатын кісілер болады деп сондай. Апа, үлкендердің сізге емін берсін, демін берсін, үйімізге осындай әп-әдемі шайнек ұстайды. Тезірек келін келсін деп бір қол соғып қойық, апа. Сізге бар. Кешіресіз өтіп кетіп қалдыңыз. Рахмет. Ал енді аса қадірлі ағайын, біздің данада Алла бұйырса, әке анамызға көп немере сыйласын. Сонымен қоса біз бүгінгі керемет тойдағы ең көп балалы ана, тем более ағайын бүгін аналардың мерекесі. Әйелдер қауымына, аналар қауымына бір жақсылап қол соғайық, ер азаматтар! Ал енді Есет ауылында бір жас келіндер бар ма жаңа? Молодец кәдімгі. Ата-енемнің де бағында тауып кәдімгі. Көп баланы тауып сөйтіп жүрген күйеуінде қауым арасында. Бар ма? Көп балалы. О! Келіңіз, қошемет қайда? Ой, шабала. Билеп көреміз келді. Олсаңыз 9-ға 20-ға тоғысаға. Так, Жанерке деген де бар дейді. Жанерке деген кім? Сіз ба? Сіз Жанерке екеніңізді білесіз ба? Келсеңізші ортаға. Қол соғып қояйық, Жанерке хан. Сіз ал? Көп балалы жаңа ұдашан алып қоятын. Сіз проводник па? Кеттік. О, апа келіңіз. Сәлем ертік.
алқасымен келе жатыр ғой ешім. Қабағын түйіп жүрген кісіге қарағанда да шашын түйіп жүргендер күшті болады. Кеттік. Нешеу? Аллам берген алтау. Алтау тамаша. Сізде? Аллам берген алтау. Алтау. Алланың берген жетеу. Алланың берген жетеу. Жетеу, қошемет. Екі алтауға не үшін приз берісіп ойнайды? Екі алты баланың анасына рақса қол соғып жіберейік қазір қонаққа. Жеті баланың қос анасына құдашаларға қымбаттау приз деп айттым ғой кеше. Көзім бақырайып түсінбеген адамсың. Анау сіздерге және жаңа құдашаларға қадірлағайын қос арман жездесінен ақшалай приз. Екі штук арман қайда? Келсеңіздер, сіздерге Құдай жар болсын, бүгін тонайымыз бұйырса сіздерді. Қадірлағайын қос жездесіне, қос арманға бір қатырақ қосу ғой. Жаңа құдашалар шығып еді, соған ақша берейік деп еді қой сіздер. Кеше өздерің айттыңдар ма? Ау, сен ғой беретін. Табалақ 5 мыңнан ағай. Аллах тағала қабыл қылсын садақаларыңызды. Рахмет. Мына қадірлағай, қос жеті баланың аналарына жақсылап қол соғып жіберейік. Жаңа құдашаларға анамыз. Рахмет. Енді бір приз біздің Ақылжанға жұқсты болсын. Көп балалы бір жас әке келсе болды. 7-8 баланың примерно әке. Продукт алып келеді, 3 күннен кейін бітіп қалады, миы ашып. Бір әке бар ма? Көп балалы бір әке. Содан кейін ағасына тілек салғайды. Бар ма? Кім бар? Қайсы? Ағалар бар ма? Күйсеңші шағам. Стоп, ал? Екеуді күйеуі қайда? Мен қайдан білейін? Ойбай, аға күйеуі қайда? Жаңа сіздің жолдасыңыз қайда? Ол, аға келсеңші. Келіңіз, қабалақ. Осы деп ағада қабалақ қайда? Келіңіз. Мынау енді, рахмет. Асқар тау әке, үш жерге тұра беріңіз. Есіміңіз? Досжан. Әкелемаңыз аға. Қош келдіңіз. Сұрақ, бірінші балаңыздың аты кім? Қуаныш. Үшіншісі? Аманжелді. Бесіншісі? Шынар. Жетіншісі? Еламан. Төртіншісінің туған күні қашан? Марттың үші. Қай жыл? 92. Қошемет, қол соғайық ағай. Жеті баланың керемет Асқар тау әкесі. Сіз кім боласыз? Кім болуың керек? Кімді ойлайсың? Сол жеті баланың әкесі міне өтіп айтып отқан. Жоқ, тойға қонақ болып кім болып келіп жатсыз? Мен мына баланың мамасының қолдасы әлі бір кәріне қашшымын солдым мен. Қошемет, қол соғайық. Приз ағай. Құтты болсын. Не ба? Көп балаға әке деп жатырсыз ғой. Бәрі бір әйелді болу керек па қалай қалай? Жоқ, ол не важно? Сен не болды, неше әйелің ба? Ал? Шыққа жетер, көстекесін. Мұртың болмаса да құртың бар жігіт екенсің әлі. Қол соғып қошемет сатпайық Асқар тау әкемізге. Тамаша. Жеткенің атынан. Сен аға, молодец. Екеуің кәм тоқшылық пен жолшылық сияқтысыздар аға. Қамала қол соғып жіберейік әкемізге бір. Әрекет рахмет, ал енді қадірлағайын, осындай қысқанышқа әдемі ойындар болып отырады, атсалысып отырамыз. Ендеше керемет әдемі ақ тілектің тізгінін арқалауға алыс ауыл арасын жақын қылған нағашым, Ақкөңілдің баласын батыр қылған нағашым, нағашының жаңасын іздесең қайдан табасың деп отырып, барша нартылған нағашылар, кәрі нағашылар бастап, өз нағашылар қостап, әрине Асқар тау Жәнібек әкеміздің бажа балдыздары әулеттің қасиетті киелі, бөлесі мен жиені. Нағашылар билік білеміз кетті. Шапа! Sayılanın bu elin, solma
Қаршы кредит жоқ дейміз. Так, ал енді нағашылар былай қыламыз. Енді кәрі нағашылардан 4 түгел болсын, 4 адам, өз нағашылардан 5 адам, жиен бөледен 2 адам сөйлесек, қалғанымыз әдемілеп билейміз. Ал, нағашылар, 2 қадам алға қарай Асқар әкелер жақындайық. Мына мен вакцинаның 4-інде алдым. Келіңіздер, бір-екі не үшін тұрайық, жақын тұрайық. Ал қадалаға сәл сабыр сақтап, нағашылардың арты деген тыңдаймыз, содан кейін бажабалы сағырай әдем әсем бейіміз бар. Басайық. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Мына оразадан қабыл болсын. Ал той құтты болсын. Біздер мына Құлсардан келіп тұрмыз, Бибігүлдің нағашыларымыз. Ал тойларын құтты болсын, балдарымыз бақытты болсын, дендері сау болсын, махаббаттары мәңгілік болсын. Осы қуаныштарың ұзағынан болсын енді. Басқа нағыл деймін, той қаласа берсін, балдар бақытты болсын. Жәнібек Бибігүл, тойларың құтты болсын. Келіндеріңнің қадамы құтты болсын. Келіндеріңмен бірге құт береке, қуаныш келсін. Ал 2 жас бақытты болыңдар, қосақтарыңмен қосағарыңдар. Мен Жәнібектің нағашысымын. Ал Жәнібек Бибігүл, мына қуаныштарың құтты болсын, балаларың бақытты болсын. Әрқашанда қатарының алды болып, сендерге қызмет етсін, абыройлы болсын. Дендері сау болу, аман есен жүре берсін. Жәнібек Бибігүл, мына түсіп атқан келіндерің құтты болсын. Ұзағынан болсын, балдарың бақытты болсын. Тек той жалғасын таба берсін. Ал той ұзағынан болсын, тек той деп келе бересіздер. Ассалаумағалейкум, той сүйер қауым. Тойларың құтты болсын. Жәнібек Бибігүл, жастар, балдар бақытты болсын. Наурыз мерекесі құтты болсын, ораза қабыл болсын, 2 жас бақытты болсын. Жастар бақытты өмір кешсін. Осы төрде отырған құдашалар қадамдарын құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, біз енді Ақылбектің нағашыларымыз аздап бір 4 ауыз сөз бата бар еді, сол беріп жіберейік. Ұқсат па? Я Құдайым береке берсін, есесін Алла жеткізсін, пәледен жаладан қауіп қатерден сақтасын, құл-қуалан қуатын берсін, алқанның берекетін берсін. Екінен абыройын берсін, жүрсеңіз жолдарыңыз болсын, қыдырата жолдасыңыз болсын, бәлекетке, дұға жетке, берген батамызды Алла қабыл еткей. Денсаулықтарың мықты болсын, абыройың зор болсын, қайда жүрсе алдыңнан жарқыраған жол болсын. Бастарыңа бақ берсін, не берсе де нақ берсін, қырда жүрген қыдырды үйлерің ап келсін. Қарындарың тоқ болсын, қайғыларың жоқ болсын. Шүпірлеген үйіңде балаларың көп болсын. Құдайым бұл үйге дұға берсін, тілаузын дұшпанның буа берсін. Келіннің балағынан бала саулап, салперін сарбалдар дүниеге келе берсін. Аумин. Тектіліктен бойыңызда ызғар басым, берген батаңызды Асқар әке үйлертіңіз қызған басын. Осы тойдан аман есен шыққаннан кейін телефоныңызға әп-әдемі бойдақ кемпірлер ұзвандас. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Біріншіден бүгін ораза айы ғой, ұстап атқан оразаларың қабыл болсын. Екіншіден енді ертеңгі келіп жеткен аналар мерекесі халықаралық әйелдер күні құтты болсын баршаңызға. Енді мынау өзімді таныстырсам, тұнау төрде тұрған Ақылбек деген баланың нағашысымын. Ал енді Жаманқара Бәйімбет ауылы қала берді. Жәнібекпен кім? Бибігүл, ма түсіріп атқан келіндерің құтты болсын, тойларың тойғыласын. Ал Ақылбек жиенім, өмірде бақытты бол, көтеріп атқан шаңырағың биік, кереген кең болсын. Өмір жастарың ұзақ болсын,
бұл өмірде бақытты өмір сүріп бірге жүре беріңдер. Ар тойларың той қыласын. Келіңіздер. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Мен өзім таныстыра кетсем, Шетпе деген жерден келіп тұрған мына Жәнібектің бөлесімін. Ал мына жерге келіп мен басым айналып қалды. Осы Жәнібек сенің нағашың кім осы? Соны айтшы мені. Жәнібек, нағашың кім сен? Сөйлей беріп, мырза келді менікі. Міне, мен мырза келдің жиенімін. Иманды болсын, Алма апамның тірі кезінде Жәнібек сол кісінің баласы есеп болған адам. Мен соның сіңлісінен туған жігітпін. Сондықтан мен осы жерде бөлемнің тойына деп, бір баласының тойына деп, тоны Шетпеден бір өзім келіп тұрмын. Негізінде мырза келділер, көпшілігі бөлелерде бар еді. Кеше бір бөлемізге уақыт болып, сосын соның шаруаларымен әркімді әртүрлі енді. Келмей қалды. Мен бір Жәнібек үшін кезінде бала күнімде 4-ші класста каникулда шешем осы жаққа жіберетін еді. Бұл мал ауылда, тоны құмның ішінде мал бағып отырды. Сонда бірінші рет мен атқа мінуді үйренгенмін осы Жәнібектен. Енді мен Жәнібекпен кәдімгі былай айтқанда бір-екі жас арамызда кішілігім бар, бірақ бір құрдастай, бір өте бір тату бөле болып кеттік. Осы күнге дейін бір сыйласамыз, бірін-біріміз құрметтейміз. Ал Жәке, ал мына түсіп атқан келін құтты болсын, тойың той қыласын, бүйгіл жеңеше. Ал аманшылық болсын, тойларың той қыласын, жаман қарауылы. Әрқашан тойда кездесейік. Шетпеден арнайы жалғыз өзі келіп тұрған әкемізге приз алайын, қол соғып жіберейік. Приз. Ой, тамаша. Мынау сізге әке, өзіңіз сияқты ұзын приз беріп жатырмыз. Апа. Ал тойшы қауым, қадамдарың құтты болсын. Жәнібек бейбігіл, мына келіп атқан келінің қадамы құтты болсын. Балдарың құтты болсын. Балдарың бақытты болсын, оның қызын қызықтап жүре беріңдер. Көргендерің осылардың қызығы болсын енді. Ақылбек, Дана, мына құрып атқан отауларың құтты болсын. Керегесі кең, терезесі тең болсын, ішінде бақытты өмір сүріңдер. Инабатты, ибалық, келін бол, ата-анаңды сыйлап, осыларды енді қалған жерде бағатын сендер. Осыларды бағып, үйлі баранды болып атсың енді. Соны қызықтап бізде де жүре берейік, нағашылар болып. Тойларын тойға ұласа берсін, той әрқаты жалғаса берсін, ұзағынан болсын. Мен сөйлеймін. Құрметті тойшы қауым, Бәйімбет ауылы тойларын құтты болсын. Ал апа жезде, әрі нағашы ғой. Түсіп атқан келінің құтты болсын. Балдар бақытты болсын. Жақсы жерден келін албасын, сол ұзағынан болсын. Үбірлі-шүбірлі болып, екеуің палтонқыден қолдарын жуудан кетпесін. Соны тілеймін. Тек барлығымызға аманшылық, бүгінгі халықаралық әйелдер күні құтты болсын. Молодец, апа. Сабақ айтқандай қылып айтады екенсіз. Дік-дік етіп. Ал жақсы, мына құрметті тойшы қауым, жолдастар, құрметті қонақтар. Мына бүгін Бәйімбет ауылына келісіп жатыр. Мен Бәйімбет ауылын Бәйімбетке дейтін нағаш деймін. Нағаш ұруым дейтін өзі жары. Ал Ахон, жиен, нағашың, кеттік па? Ал кеттік. Ал жақсы, бәңізді бақты. Деке? Әлемнің жарығын сыйладың сен маған, даланың әр гүлін жинадың сен маған, сен бердің құстардың қанатын самғаған, далалық құстарым өзіңе арнаған, өмірде көрген талай жол тарабын әкешім кім қояды қолда балан әкенің ақ тілегін өтіп барып мен бүгін
әкем дайды қойғанамын. Қоста болғым келеді, қанатым бар. Қанатым бар көмістен жаратылған. Әді болғым келеді, әді болғым. Әді жорадым құшағынан. Толқы туасың. Рахмет. Қайрат Нұртастың концерті аяқталды. Қосқа қошемет сақпайық. Амамыздан. Мына тойымды көтермелеп жатқан өзімнің туған інім. Әр нәрсенің жолы бар ғой. Жиеніне өлең арнап жатыр ғой. Дұрыс қой, мама. Ініңіз болғасын беріп жатсыз ғой. Апа. Ал, үсті жіберек. Ал енді ағайын, 3-4 адам сөйлейік, қалғанымыз билейік енді. Кеттік, мына жақтан. Болды, апа. Жәнібектің бөлесі сөйлейді не, Бибігүлдің бөлесі сөйлемей ме не? Ал, құрметті де қадірлі тойшы қауымдар, тойларың құтты болсын. Ниеттеген оразаларың қабыл болсын. Ал, Жәнібек жерде, Бибігүл апа, ал, балдарың бақытты болсын. Бармақтай Алла бақ берсін, ұзағынан қуатсын, жапырақтарын жайыла берсін. Құрметті тойшы қауым, тойларын тойғалассын. Дастархандарынан ақ кетпесін. Төрден алған құдағайлар, төрден алған орындарын құтты болсын. Мәңгіде сәнді болсын. Ортаға салған алтын көпірлерін мықты болсын. Менің бөледен шыққан бөле шарым бақытты болсын деп тілеймін. Құс қанатсыз болмайды дейді, адам махаббатсыз болмайды дейді. Махаббаттарын мәңгі болсын, бөлелерім. Аман болайық. Жиындары бар дейді. Сіз ба, апа? Ал, Бибігүл, Жәнібек, бүгін үлкен той болып жатыр, тойларың тойғаласын. Біздер өзімізді таныстырып өтейміз. Екеуміз Ақтау қаласынан келіп тұрмыз. Біз таныстырсақ, Жәнібектің әкесі Орынбек, сол Орынбекпен біздің шешеміз Оразгүл бір шешеден туған, солардың Орынбек ағамыздың жиеніміз туған. Енді мына тойларын тойғаласып, екі бала бақытты болсын, абыройлы болсын, қашанда, әр қашанда тек сый құрметке бөленіп, сіздердің көңілдеріңізден табып, тек бақытты болсын дегім келеді. Ал, нағашеке, жеңше, бүгін Ақтүйенің қарны жарылып жатыр, аулыңызда үлкен той, сіздер хабар келгесін шыдай алмай келген жайымыз бар. Ал енді келіндеріңіз сіздің емес, елдің келіні olsun. Елдің келіні olsun. Айналайын Ақылбек, балапан, қондырған қысың құтты болсын жаным. Кішкентай күнінде көріп едім, содан кейін енді жігіт болғанын көріп жатырмын жаным. Бақытты бол, денің сау болсын. Мына осындай той жасап беріп жатқан ата-анаңды құрметтеп сыйлай біл жаным. Бақытты болыңдар. Бәрекелді. Қосылатын кісілер бар ма? Қалғанымыз қосымыз. Әкеміз бар, ол бажасы айтсын. Манадан бері қарап тұр осы жерде. Қол соғып қояқ бір бажасына. Ой, сөйтіңдер. Ал жас. Тойшы қауым. Тойға қош келдіңіздер. Жәке, Бибігүл, мына балдарының үйренген балдарын құтты болсын. Той қыласын. Мен мына Жәнібектің бажасымын. Осы менен басқа бажа келмепті. Мен бір өзім келіп, жалғызым отырым. Ал тойларын той қыласын деп, осы үйге той деп келейік. Ал қадірлі ағайын, енді тілекті айта берсек, уақыттың бәрі кете береді ағайын. Әрине осындай әдемі тойда ақ тілекке ағыл деген мұсылманның мұсылманға білдірмей іште жасаған дұғасы Аллах тағаланың алдында қабыл деген бүгінгі тойларымыз құтты болсын. Осы тілекке бәрімізде тоқталайық, би алаңында бас қосуға тоқталайық. Қазір бәріміз бірге тұрып суретке түсейік, сосын 1000 теңгеден ақша болса фотко алайық. Ал нағашыларға бір қатырақ қол соғып жіберейік ағайын. Жем бөле басам алыстар, кәрі нағашылар кеттік. Жақсы көргеннен естелік болсын, жымиып күліп суретке түсеміз. Қараймыз кеттік. Нағашымға өлең айтып қалдыбай деген. Өзі ауылдашта көмекейі бөледі, оған шешесінде қосады енді. Той болса өлең айтып болса көтереді, барлығы өзінің ниеті ғой, соған жиенінің атынан приз берейін. Тамаша,
Аузын ашса тісі көрінетін нағашысына 10.000 теңге. Қоса бер. Приз. Жиынның атынан әсем әнші. Ал, суретке түстік па? Кеттік, қараймыз. 1, 2, 18 суретке түсеміз. Ал нағашылар думандатып, біз әдемі музыкаға билеп алайық. Кеттік, қалайық, ортаға әсем музыка билеп алайық.